Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге банкомат әдісін сабақтарда қалай қолдану жолын көрсететін боламын. Ол үшін осы видеоның соңына дейін қарап өтсеңіз, сіздерге осы дайын тегін шаблондарды сыйға беретін боламын. Бұл банкомат әдісін үй тапсырмасын сұрау кезінде, қайталау сабақтарында және сабақты бекіту кезінде қолдансаңыздар өте керемет және қызықты. Енді осы банкомат әдісін қолдану жолын үйренетін боламыз. Мына жерде кнопка бар, үстінен бассаңыз осындай карточка шығатын болады автомат түрде. Одан кейін жоғары жағында пин-код деген бар. Осы жерден оқушы кез келген бір пин-кодты таңдайды. Мысалға 6609 деп қарайық. Автомат түрде бізде осындай сандар шығады. Пин-код тергеннен кейін мысалға 500-дің үстінен басатын болсаңыз, осылай автомат түрде бізде карточка банкоматтан 500 теңге шығарып береді. 500 теңгенің үстінен бассаңыз, осындай 500 теңгенің тапсырмасы шығатын болады. Менің атым Қожа, хикаята қай жылы жазылды дейді. Бұл жерде оқушылар жауап беріп болғаннан кейін дұрыс жауабын шығару үшін мына жерде көк кнопка бар, үстінен бассаңыз, автомат түрде осындай жауап шығатын болады. Одан кейін қайтадан банкоматқа бару үшін көк кнопканың үстінен басасыз, басқаннан кейін 1000 теңгенің үстінен басатын боламыз. Басқан кезде 1000 теңгенің тапсырмасы шығады. Хикаяттағы бас кейіпкер Қожа берген. Қайтадан банкоматқа бару үшін көк кнопканы басамыз. Одан кейін 2000-ның тапсырмасын таңдайтын боламыз. Қожа дүкенге не алуға кірді дейді. 2000 теңгенің тапсырмасы. Осылай сабақтарыңызда қолданып көрсеңіздер өте керемет, қызықты. 5000-ның үстінен басамыз. 5000-ның тапсырмасы шықты, міне 5000 теңгенің. Қожа мұғалім сөмкесіне не салды дейді. Бақа салдым неге. Осылай сабақтарыңызда қолданып көріңіздер міндетті түрде. Енді бұл жерде барлығын өзгертуге болады. Барлығына гиперссылғы қойылған. Мына жерде түгелін кетіріп тастап, сұрақты өзіңіздің алдын ала дайындалған сұрақтарды көшіріп алып келе аласыздар. Барлығын өзгертуге болады. Неге сұрағын да жауабын да өзгертуге болады. Осы дайын шаблонды алу үшін осы видеоның астына описание бөліміне Telegram каналдың сілтемесін тастайтын боламын. Сол жерге кіріп, тіркеліп, осы дайын тегін шаблондарды компьютеріңізге жүктеп алсаңыздар болады. Осы видео пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда тағы да пайдалы ақпараттармен міндетті түрде бөлісіп отыратын боламын. Және осы пайдалы видеоны өзіңіздің әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Мені жоғалтып алмас үшін маған тіркеліп өтіңіз.